Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз печенье дайындайтын боламыз. Ең дәмді әрі ең қарапайым тез дайындалатын печенье. Сіздермен бірге мен Нұрдана. Біз видеомызды бастаймыз. Ендеше кеттік. Бізге керекті заттардан ең бірінші қантымызды ыдысымызға салып аламыз. Бұл жерде мен 100 грамм қантты салдым. Одан кейін 300 грамм ұн салып аламыз, және де жұмыртқаны салып, жақсылап шанышқының көмегімен немесе силиконды күрекшемен араластырсаңыздар болады. Мен бұл жерде силиконды күрекшемен араластырдым. Енді ерітілген сары май құямыз. Сары майды алдын ала ерітіп алған жөн. Және бұл жерде мен пампушка маргаринін қолдандым. Сіздер қаласаңыздар кез келген майды немесе сондай маргариндерді қолдансаңыздар болады. Бұл жерде майдың несі 200 грамм. Жақсылап араластырып болғаннан кейін шоколад аламыз. Мен бұл жерде Озеро шоколадын қолдандым. Сіздер қаласаңыздар, сіздерге қандай шоколад ұнайды, соны қолдансаңыздар болады. Енді мен осылайын қолменен ынтақтап алдым. Егер сіздер қаласаңыздар, арнайлап кессеңіздер де болады, немесе мен секілді қолмен де ынтақтап алсаңыздар болады. Мен сіздерге екі жолын да көрсетемін. Мінекей осылай қолмен ынтақтап алсаңыздар болады. Немесе осылайынан пышақтың көмегімен кесіп, досканың үстіне кесіп, одан кейін салып, одан кейін араластырып елесеңіздер де болады. Бәрі өз қалаларыңыз әрине. Енді қайтадан силиконды күрекшемен араластырып, жұмсақ қамыр елейміз. Енді протеинді майлауға кірісеміз. Кез келген майдың көмегімен майласаңыздар болады. Мен бұл жерде сары майдың көмегімен майлап алдым. Енді біз қамырымызды кесіп бастаймыз. Ол үшін осындай жұлдыз пішінді қолдандым. Және де осылайынан кесіп аламыз барлығында. Сіздер үлкен етіп кессеңіздер де болады, немесе осылай мен секілді жұлдыз пішінде етіп кессеңіздер де болады. Бәрі өз қалауларыңыз әрине. Енді осыны 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Және де достар, ескеретін жағдай, қамырларыңыздың барлығын үлкен етіп жайып одан жасасаңыздар да болады. Бәрі өз қалауларыңыз әрине. Мінекей достар, бізде дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.